Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Италияның Бусто Арсицио қаласында өткен бокстан лицензиялық турнирін аяқтап 5 лицензияға ие болды. Қазіргі таңда бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиадаға 7 жолдама ұтып алды. Италияда өткен турнирде Қазақстан ұлттық құрамасы 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиада ойындарына 5 жолдама ұтып алды. 92 килограммға дейін Айбек Оралбай, 80 килограммға дейін Нұрбек Оралбай, 71 килограммға дейін Асланбек Шымбергенов, 57 килограммға дейін Махмуд Сабырхан, 51 килограммға дейін Сәкен Бейбосынов. Еске салсақ, бірінші лицензиялық турнирде нақтырақ айтсақ, Қытайдың Ханчжоу қаласында өткен Азия ойындарында 92 килограммнан жоғары салмақта боксшымыз Қамшыбек Қоңқабаев пен 57 килограммда әйелдер боксынан Карина Ибрагимова 2024 жылы Парижде болатын Олимпиадаға жолдама ұтып алған болатын. Айта кетейік, Олимпиада ойындарының алдында бокстан тағы бір лицензиялық турнир 23 мамыр мен 3 маусым аралығында Таиландтың Бангкок қаласында өтеді.